Ассалаумағалейкум, барлығыңызға сәлем. Бүгінгі видеомда мен достық үйінде өтетін кәріс этномәдени орталығының күнін көрсететін боламын. Видеома түсіремін, сіздермен бөлісемін. Мерекелік концерт түрінде, шара түрінде өтетін болады. Сол шараға қатысу үшін мен достық үйіне, Корей орталығына келдім, мәдени орталығына. Мұның үшін енді қоқып жатыр. Корей этномәдени орталығы үшін маңызды күн болғандықтан осылай іші қопарылып жатыр. Себебі бұйырса мұнда арнайы зал бар. Сол залға осы орталықтың заттарын алып барамыз. Негізгі шараның негізгі мақсаты бұл кәрістердің мәдениетімен таныстыру. Жалпы достық үйінде, ассамблеяда әр ұлт өкілінің осындай апталығы өтіп отырады. Әр ұлт өзінің апталығында мәдениетімен, дәстүрімен, өнерімен таныстырады. Бүгін міне кәрістердің де кезегі келді. Сондықтан видеомды соңына дейін көріңіздер. Қазір мына кабинеттегі, мына бөлмедегі заттардың барлығын бүгінгі шара өтетін залға, бөлмеге алып бара жатырмын. Жалғыз өзім тасып жүрмін мынаның ішінде. Себебі кәрістер бұйырса сағат 2-ге таман келеді, ал сағат қазір 1:30 шамамен. Солай. Мынау конференция залы. Міне, осы бір залда бүгін Корей этномәдени орталығының мәдени күні болады. Міне әр шапқылап, бер шапқылап әрең дегенде осы жерді сәндедік. Корей мәдениетінің күні аталып өтілетін залды сәнділеміз деп шаршадық. Себебі қасымда бір апай болды, сол екеуміз осы орталықтағы заттарды алып барып, ішіне сәнділеміз деп бар күшімізді соған жұмсадық. Терлеп, тепшігіп, мына жерде жүгірумен болдық. Енді міне маған да кезек келді. Қазір мен мына жерде тұрған өзімнің ханбогымды киемін. Сосын сол жаңағы залға барамын, шара өтетін. Және осы шарада мен кәрістің Ариран деген әнін айтамын. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, өте қызық болады. Киініп болдым. Кәрістің ұлттық киімі ханбогты. Мына жерге қойып қояйын. Белімді байлайын деп жатырмын. Самое главное, люди, корейцы, вы самые активные члены общества нашей ассамблеи. Очень приятно, что искусство. У нас только одна цель – прокормить, чтобы было мирное небо над нашей головой, чтобы мы жили дружно. И я вас всех люблю. Здоровья вам, счастья. Let me
трансляция в на просторах интернета. Но самое главное, на праздник Чусок в Корее молодежь, именно дети, идут на рынок, чтобы взять маслы, говяжьи кости, именно кости. Корейское блюдо – это кимчи. Многие уже слышали, наверное, об этом. Кимчи входит в культуру наследия ЮНЕСКО. Это считается таким, знаете, традиционным блюдом не только, но всей Кореи, да, там. Осымен Корея этномәдени орталығының шарасы аяқталды. Енді киім ауыстыруға бара жатырмын. Қазір мына үстімдегі ханбокты шешемін, өзімнің киімімді киемін. Одан соң ана жақта жиналатын заттарымыз бар, орталыққа тасимыз. Және мен Арираң әнін айттым. Бұйырса бөлісетін боламын, салатын боламын. Мені біреу түсірді деп ойлаймын. Дәрістердің шарасы осымен аяқталды. Соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет, сау болыңыздар.